Сәлеметсіздер ме? Біз номер 22-ші Ақжар жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші В сынып оқушылары. Мен Жұмабек Бекарыс. Және мен Сауранбай Зере. Бүгінгі біздің тәжірибеміздің тақырыбы кола арқылы химияны зерттеу. Және де біздің ескерге кететін дүние бұл қауіпсіздік шаралары, яғни зерттеуден кейін сусындарды ішпеу, мейлінше сақталу. Бұл тәжірибеге керек заттар Кока-кола, шар, ыдыстар, жұмыртқаның қабығы, шырын және де ас содасы. Біз бұны істеу жүйесімізде дәл осы қауіпсіздік ережелерін сақтап, оны қалай істелуі, дұрысталуы ретін байқауымыз керек. Ал енді біз тәжірибемізді бастайық. Сен шар ұстап тұр, мен содан салайын. Енді біз қолдан оқимыз. Шарды енді бетіне жабыстырамыз. Онда қышқыл мен ас содасы әрекеттесіп, көмірқышқыл газы бөлінеді. Дәл осылай біз екінші тәжірибемізге келеміз. Біз бірінші тәжірибемізде көмірқышқыл газын анықтадық. Ал бұл тәжірибеде біз тіс эмалін анықтайтын боламыз. Тіс эмалі ретінде біз жұмыртқаның қабығын аламыз. Әзір сен шырынды құя бер, ал мен қабығын құяйын. Бұл зерттеу жұмысы іске асу үшін біз 1 сағаттай уақыт күтеміз. Арада 1 сағат уақыт өтті. Біздің тәжірибеміздің аяқталды, яғни тәжірибе нәтижесі. Кола құйылған жұмыртқа қабығы бар стакан. Бұл жерде жұмыртқаның кальцийі бұзылып, яғни кола газымен араласып, оның сыртқы пішіні де және түсі де бұзылды. Ал бізде мына жерде табиғи сусын шырын көрсетіп тұр. Ода ешқандай өзгеріс жоқ, қарасаңыздар. Бізге адам ағзасына да бәріне де пайдалы ол табиғи сусындар. Сондықтан біздің сіздерге айтарларымыз, зиянды сусындар ішкеннен гөрі табиғи сусындар ішкен дұрыс деп ойлаймыз. Назарларыңызға рахмет.